Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта көптеген рецепттер сіздермен бөлісіп отырамын. Бүгін осындай блинчик пісірдім, өте жұп-жұқа, әп-әдемі болып піседі, дәмі де керемет болып шығады. Осылайынан ұсынсаңыздар болады. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Осында 2 жұмыртқаның үстіне 4 ас қасық шекерімізді саламыз, үстінен жарты шайна ложка тұзымызды саламыз. Осыны жақсылап көпіргенше, қанты ерігенше ағартып, көпіртіп, осылайынан дайындап аламыз. Енді жылы сүтімізді қосамыз, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды аз мөлшерде осылайынан қосып шығамыз. Бір дестен құйып жүрсеңіздер, жұмыртқасы пісіп кетуі мүмкін. Сол себептен аз мөлшерде осылайынан құйып араластыратын боламыз. Осылай содамыздың үстіне де ыстық қайнаған суымызбен гашт етеміз. Мінекей осылайынан құйып алдым. Енді үстінен сұйық майымызды қосып, ұндарымызды аз мөлшерде саламыз. Өйткені қатты түйіршеліктеліп кетуі мүмкін. Осындай мен бөліп ұнымызды аз мөлшерден салып, венчикпен араластырып, түйіршіктердің бәрін осылайынан кетіріп отырдым. Мінекей барлық ұнымызды осылайынан бөлшек-бөлшек қылып салып алатын боласыздар. Мінекей енді біздің массамыз, түйіршіктің бәрін кетіргеннен кейін массамыз дайын болды. Мінекей осындай сұйық болады. Тапамызды майлап отырып, мен 25 сантиметрлік тапа орташа отта қыздырып аламыз біріншісінде. Одан кейін майымызды жағып, осылайынан бір ошақ массамызды құйдым. Мінекей енді осы жұқа болып пісетін болады. Екі бетін қызарғанша осылайынан ауыстыра отырып пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің блинчиктеріміз өте жұп-жұқа, ортасын бәрі тесік болып піседі, ортасын бәрі. Осылайынан дайындаңыздар. Блинчиктердің бетіне сары май жағып отырасыздар. Ол жағы түспей қалды видеоға. Мінекей осылайынан көріп отырғаныңыздардай тесік болып, ортасын бәрі пісіп жұп-жұқа блинчиктеріміз дайын болды. Мінекей сары май міндетті түрде жағыңыздар, жұмсақ болады. Енді осының ішінен начинка творогпен балаларыңызға ұсынсаңыздар болады. Ортасына салып, осылайынан орап отырып салсаңыздар болады. Міне ас болсын.